Мен Бекқасым Жалғас Қалдарбекұлы, жастар құрамасында аға жаттықтырушы. Мен 2010 жылдан бері жаттықтырушы қызметіндемін. Ол жаққа кіргеніме 2 жыл болды. 2 жыл көлемінде осы жекпе-жек түрлері бойынша спорт школада істеп жатырмын. Бізде енді қазір жастар құрамасында ересектерге өтейін деп жатқан кезі, маяқтан жасөспірімнен келген кез ғой. Енді өте ортадағы бала или ары қарай алып кету керек, или қойып кететін возрастағы. Өйткені сол возраст переходящий возраст. Сол кезде өте қиындау болады негізі балдарды ұстау. Енді бізден барынша қалай ұстап отырмық? Енді балдарды қазіргі балдардың несі басқаша ғой. Кішкене ойлау қабілеттері, кішкене дамыған заман болған екен, балдардың спортқа деген несі бая қарағанда сәл аздау. Енді барынша қолдан келгенше балдар арқасынан қағып, басынан сипалап, алдап, кішкене ұрсатын жерде ұрсып ұстап отырмық. Енді жеке бапкерлері бар, енді қасында алып жүрген, қадағалап жүрген, әйтеуір подарка беріп алдаймыз. Мына жарыстарда медаль болып жатса, кішкене қаржылай көмектесеміз. Чемпион бола ма, бір өзіне керек затын әпереміз. Бүйтіп балдарды ұстаймыз ғой енді барынша. Өйткені қазіргі жастардан өткен ересектерге ол болашақ взрослыйға резерв. Енді бізде қазір жастар құрамасында биыл жаңадан кірді, жаңа возраст, жаңа поколение десек болады. 2009 жылғы балдар, ол жылғы балдар бізде келесі Азия ойындары мен юношеский олимпиада. Біз енді Құдай қаласа қазірден бастап соған дайындықтамыз. Уже анализ жасап та балдардың қай баланы қай салмаққа қойғанда қадағалап неғып отыр. Енді Алла бұйыртса жастар құрамасы таеквондода олимпиадада алтын береді деген үміттеміз. Өйткені осы жекпе-жек түрлерінен өткен жастар құрамасынан бізде Тілеуғали Батырхан олимпиада ойындарының қатысушысы болды. Даулет Тамерлан әлем чемпионатының жүлдегері болды. Жастар құрамасынан ересектер құрамасына жақсы резерв болып жатыр, Аллаға шүкір.